Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер синнабоны дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы суымызға ашытқы және қантты салып, араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Және де оңға тұзды араластырып аламыз. Кейін ортасын шұңғыл жасап, жылы сүтті құятын боламыз. Содан соң ашытқымызды құямыз. Ашытқының бетінде осындай көпіршіктері болу керек. Егер де ашытқыңыздың бетінде көпіршік пайда болмаса, онда қайтадан жасауға кеңес беремін. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Кейін бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, жабысқақ болады. Дайын қамырымызды бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Кейін сұйық майды жағып, дайын қамырымызды дайындайтын боламыз. Өзімізді керекті диаметрге жағып аламыз. Шамамен 0,5 сантиметрдей болады. Енді кезекте бөлме температурасындағы сары майды жағып шығамыз қамырымызға. Кейін мен начинка ретінде какао және де сахарды араластырып, осылай бетіне себелеп шығамыз. Кейін ақырындап рулет жасап ораймыз. Қызармен кесуге жіп пайдаландым. Жіппен кескен өте ыңғайлы болады. Ара қашықтықтары 3-4 сантиметрден болсын. Кейін пергамент қағазына сары майды жағып, синнабондарымызды орналастырамыз. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоятын боламыз. Біздің көтерілген қамырымыздың тек қана сыртқы бетіне жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. «180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Кейін бетіне қаймақ пен қант ұнтағын араластырып жағатын боламыз. Өте ерекше дәмді болады, сондықтан міндетті түрде дайындап жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, менен жаңа видео күтіңіздер.